Норвегия табиғаты ғажайып бай мәдениеті мен ерекше тарихы бар солтүстік Европа елінің бірі. Бұл мемлекет өзінің порттарымен, полярлық шұғыласымен және жоғарғы өмір сүру деңгейімен танымал. Мұнда ғасырлар бойы сақталған дәстүрлер мен заманауи технологиялар үйлесімді дамып келеді. Ал бұл видеода осы ел туралы қызықты деректерді сізге ұсынамын. Бұл елде күн ешқашан батпайтын аймақтар бар. Жаз мезгілінде Норвегияның солтүстігінде ақ түндер деп аталатын құбылыс байқалады. Онда күн бірнеше апта бойы көкжиектен төмен түспейді. Қыста кейбір аймақтарда күн мүлдем көрінбейді. Полярлық түн кезеңінде бірнеше ай бойы күн шықпайды. Тек көкжиекте әлсіз жарық байқалады. Елдегі ең танымал табиғи құбылыстардың бірі солтүстік шұғыласы. Бұл таңғажайып көрініс қыста аспанды түрлі түсті жарықтармен безендіреді. Осло фьорды Норвегияның астанасы Осло қаласымен әйгілі. Норвегия әлемдегі ең таза және экологиялық таза елдердің бірі. Бұл жерде табиғатты қорғауға үлкен көңіл бөлінеді. Ал энергияның басым бөлігі жаңартылатын көздерден алынады. Елдің жалпы аумағының 37% орманмен жабылған. Бұл ел әлемдегі ең қымбат елдердің бірі. Мұнда өмір сүру деңгейі жоғары болғанымен азық-түлік пен тұрғын үй бағасы да айтарлықтай қымбат. Норвегия әлемдегі кофе тұтынушылардың арасында Финляндиядан кейінгі екінші орында. Норвегиялықтар күніне кемінде 3 кесе кофе ішеді. Жан басына шаққандағы кофенің жылдық тұтынуы 10 келіге жетеді. Норвегиядағы жұмыс аптасы әлемдегі ең қысқалардың бірі. Орташа жұмыс уақыты аптасына 37,5 сағатты құрайды. Бұл мемлекетте білім беру жүйесі ерекше дамыған. Мемлекеттік университеттер норвегиялық азаматтар үшін де, халықаралық студенттер үшін де тегін. Студенттерден семестрге 30-60 евро ғана оқу ақысы алынады. Жекеменшік университеттерде әртүрлі стипендия мүмкіндіктері бар. Жазушы болғыңыз келсе, Норвегия сізге үлкен мүмкіндіктерге жол ашады. Егер сіз Норвегияда тұрсаңыз және кітап жазуды ойласаңыз, сәттілікке жетесіз. Мен сіздің кітабыңыздың 1000 данасын сатып алып, бүкіл ел бойынша кітапханаларға таратады. Осылайша сіздің атыңызды әлемге жеткізуге оңайырақ болады. Норвегиялықтардың өмір сүру ұзақтығы өте жоғары. Бұл елдегі орташа өмір сүру ұзақтығы 82 жасты құрайды. Ал денсаулық сақтау жүйесі әлемдегі ең үздіктердің бірі болып саналады. Норвегия әлемдегі ең бейбіт елдердің бірі. Мұнда қылмыс деңгейі өте төмен, ал полиция қызметкерлері қару алып жүрмейді. Елде шаңғы спорты өте танымал. Норвегия қысқы олимпиада ойындарында ең көп медаль жеңіп алған мемлекеттердің бірі болып табылады. Норвегияда әлемдегі ең ұзын туннельдердің бірі орналасқан. Лердаль туннелінің ұзындығы 24,5 шақырымды құрайды, және ол көлік қозғалысы үшін арнайы салынған. Норвегия табиғаты ғажап мәдениеті бай және әлеуметтік дамуы жоғары елдердің бірі. Бұл мемлекет жайлы мәліметтер оның қаншалықты ерекше және өмір сүруге қолайлы екенін көрсетеді. Норвегияны зерттеу оның табиғаты мен мәдениетінің тереңірек түсінуге мүмкіндік береді.